Кеуде керіп, қыр көрсетуден сақтан. Алла тәкәббарларды ұнатпайды. Жақсылықтың үлкен кішісі болмайды. Су сұрап келген адамға ашық қабақ танытып, шелегіне су құйып беріп ізгілік жаса. Алладан қорқыңдар, және перзенттеріңнің бәріне бірдей мейірбан болыңдар. Адамның айыбын бетіне басудан сақтаныңдар. Алла алдындағы ең жақсы сөз шын сөз. Кісінің аманатынан уақытында құтыл, еңбегіне қиянат жасаған адамға сен қиянат жасама. Әлде біреулеріне қазылық тие қалса, ашу үстінде үкім шығармаңдар. Арызданып келгендермен тең бірдей қарым-қатынас жасаңдар. Көршілерің сені жақсы дейтін болса жақсысың, жаман дейтін болса жамансың. Бір адам екінші адамның басына тау құлатса, періштелер сол тауды орнына қойғанынша лағнет айтып тұрады. Қашанда бір күнә жасап қойсаң, соны жуу үшін соңынан бір сауабы бар қайырымды іс істе. Қайсыңды болмасын, ашу қыса бастаса, сабыр сақтауларың керек. Адамға ашу түрегеліп тұрған кезде келсе, дереу отыра қалсын. Егер ашуы сонда да басылмаса, жатып алсын. Егер 3 кісі болсаң, екеуің үшінші адамға естіртпей сыбырласпаңдар. Өйткені бұл қылық оның ренішін оятады. Дүниеден өтіп кеткендердің тек жақсы жақтарын ғана еске алыңдар. Өлмей тұрып, даярлығыңды тексеріп қой. Барына шүкіршілік ететін адамдар Аллаға да шүкіршілік жасайды. Кәсіптің ең жақсысы әркімнің өз қолымен істелген ісі және адал сауда. Кездескенде кім бұрын сәлем берсе, Аллаға сол адам бойсұнғыш. Әйелдің берекелісі шығынға ұшырайтын қаржыны азырақ талап ететіні. Өлімнен бұрын тіршілігіңді, аурудан бұрынғы саулығыңды, кәріліктен бұрын жастық шағыңды, кедейліктен бұрын бай кезіңді олжа деп есепте. Садақаның абзалы сау кезінде сараңдық жасап өмір сүруден және кедейленуден қорқып жасалған садақа. Кімде-кім өзінен байырақ немесе ақылдырақ адам көріп қалса, дереу өзінен кедейірек әрі ақылсыздау адамдардың бар екенін есіне алсын. Алла тағала айтты, мен пендемнің ойындамын, қалағанынша ойлай берсін. Егер менен жақсылық ойласаң, жақсылық болады, жамандық ойласаң, жамандық болады. Арақтан, ішімдіктен сақтаныңдар, өйткені ол барлық жамандықтың кілті. Сауабы тиетін іс жасағанда қуан, күнә жасаған кезде ренжі, сен сонда ғана шын мұсылмансың.
Бұл дүниеде қисынсыз көп сөйлеген адамның ол дүниеде қияметте күнәсі көп болады. Бір кісіден адамдар бұзылып кетті дегенді естісең, біліп қой, сол адамның өзі бұзылған. Кімде-кім біреудің мінін көріп, соған күлсе, сондай халге ұшырамайынша жаны шықпайды. Аманатқа қиянат жасаушыда иман жоқ, уәдеде тұрмайтындарда ұят жоқ. Аурудың көңілін сұрай барған адам өзінің жәннаттың бағында жүрмін деп есептей берсін. Ісің ілгері басып, көңілдің шаттануын қалайсың ба? Қаласаң, жетімдерге мейірбан бол, басынан сыйпа, жеп отырған тамағыңа ортақтастыр. Сонда ғана ниетің қабыл болып, талабың өрге жүзеді. Арысқойлық дегеннің не екенін білесіңдер ме? Ол адамдардың арасында қара ниетпен сөз тасу емес пе? Күнәсін біліп тәубе етуші адам күнәсіз адаммен бірдей. Аш адамға тамақ бер, аурудың көңілін сұра. Қарыз сұрай келгеннің меселін қайтарма. Кімде-кім Алла алдында өзін кіші тұтса, оның мәртебесі өсіп, абыройы асқақтайды. Алла жолындағы барлық игі істеріңізде сізді өсекшілердің ғайбаты тоқтатпайтын болсын. Кімде-кім ақылды болса, демек ол айлалы да. Адам баласы көбіне қатесті тілмен жасайды. Даудамайда қарақылды қақ жарып, адал төрелік етіп, әділ шешім айтатындар жақсы адамдар. Адамдар арасында арысқойлықты, өсек өтірікті таратудан сақтаныңдар. Жақсылық ескірмейді, күнә ұмытылмайды. Қалаған ісіңді жаса, адалдығың қандай болса, жазаң да сондай болады. Сабыр мен төзім Алладан, асығу шайтаннан. Тілін түзеген кісіге Алланың рахымы жаусын. Құрметті тыңдарман, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз.